Армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім керемет, тамаша, басқаша болуы мүмкін емес. Өзіміздің көңіл күйімізді, өмірімізді жасайтын тек қана өзіміз. Таңда ерте тұрып, күліп, алғыс айтып, осы өмірге тағы бір таңды атырғаныма, көргеніме, ағайын туғандарым барлығы аман есен. Оны кештен бастау керек. Кешке жатар алдында жақсы көңіл күймен, жақсы нәрселерді ойлап, мысалға айтып кететін болсам, Менделеев өзінің таблицасын түнде көрген ғой. Сол сияқты кешке жатар алдында миыңызға үнемі жақсы нәрселерді ойлап жатсаңыз, таңертеңгі көңіл күйіңіз де соған байланысты болады. Бұл Алла тағаланың, Құдайдың, Алла тағаланың бізді жаратып жібергеніне, барлық істерден жақсылық көріп қараңыздар, қандай әдемі мына тау. Мынау тау тастар қандай әдемі деп, бүгінгі күн теңіз қандай әдемі деп, барлық істерден жақсылықтарды көретін болсаңыздар, стресс депрессиядан шығудың ең бірінші техникасы осы. Табиғатпен бірге болып, табиғатқа шығып, табиғаттың әрбір ауа райының жақсылықтарын сезініп, табиғатпен бірге болған кезде сізде өміріңізді өзіңіз жасап аласыз. Және сіздің қолыңызды ешкім ұстап тұрған жоқ қой, және де аяғыңызды ешкім байлап тастаған жоқ қой. Алда жасаңыз, табиғатпен бірге болып, энергияңызды қараңыздар. Мен қалай жүгіріп келе жатырмын. Бұл табиғатпен бірге болу деп аталады. Жерден энергия алу, бүкіл мына таза табиғи табиғаттан энергияны алып жасаңыздар. Жасай алмасаңыздар, онда маманға келіңіздер. Маманға келіп, маманмен бірге жасаңыздар. Көңіл күйіңізді көтеріп, энергияға толып, не жасаймын дейсіздер, қандай іс жасаймын дейсіздер, қандай кәсіп жасаймын дейсіздер. Ол өздеріңіздің ғана қолдарыңызда. Көңіл күйлеріңізді көтеріп, денсаулықтарыңызды жасап, лайықтымын деген өмірлеріңізді сүріп,